Тоғысқан тағдыр екінші бөлім. Авторы Анаргүл Алмасбекқызы. Кеше ғана кірдім жұмысқа. Жүргізушімін. Мен де сол жүргізуші. Мына төмен жақта жұмысшыларды таситын автобус айдаймын. Жарты жыл жүріп әрең тапқан жұмысым. Мені ешкім жұмысқа алмайды, деді таңғала қараған Мирасқа. Отырып шыққанмын. Қорықпа, кісі өлтіріп, ұрлық жасаған жоқпын, деді мырс етіп. Ол өзінше бөлек әңгіме, бір ыңғайы келген кезде айтып беремін деді. Отырғаным сол еді, әйелім баламды алып кетіп қалды. 7 жыл оған көп көрінсе керек. Мен бірақ 5 жыл дегенде шықтым. Үйімді сатып жіберген, бауырым үйіне кіргізбей қойды. Мен оның балаларына қатынның айтуы бойынша жаман үлгі көрсетеді екенмін. Кетіп қалдым, жалғызбын, деді сөзін аяқтап. Тағдырымыз ұқсас екен, мен де жалғызбын. Олай деме, сен әлі жассың ғой. Оля сені мақтаған, жақсы бала деп. Былай жассың, неге оқуға түспегенсің? Оқу үшін де жағдай керек. Иә, дұрыс айтасың. Мен оқығанмын, жоғары білімді, дипломым бар. Бірақ тағдырым солай болды, деді күрсініп. Арада бір жарты жыл өткенде, аға, не үшін отырғаныңызды айтпадыңыз ғой, не жағдай деді. Ол сол өзімнің топастығым. Әйелім екеуміз бір жерде жұмыс істегенбіз. Қасымда тағы бөлем бар. Бөлем кішігірім бастық. Бір құжаттарға қол қояды. Әйелім екеумізді жұмысқа кіргізген. Сол болатын. 4 аяқты да бота тату, 2 аяқты да бөлеу тау деген бар. Жақсы араласатынбыз. Оған қатты сенетінмін. Сөйтсем ол менің әйеліммен ым-жымы бірге екен. Оны кейін білдім. Не бүлдіргенін білмедім. Жұмыстан келгенмін. Есікті кіргенім сол, кәмшаттың бар жете қалған даусы шықты. Ас бөлмеге 2 аттап қалай кіргенімді білмеймін. Қолында кәдімгі нан кесіп жүрген пышақ. Қан сорғалап ағып тұр. Жерде бөлем жатыр. Қыр-қыр етіп дыбыс шығады. Қан сорғалап аққанда көл болып кеткен. Кәмшаттың дауысы құлағымды тесіп барады. Ондайды өмірі көрмеген, абдырап тұрып қалдым. Әйтеуір есімді жиып, көршілер есіме түссе керек, Кәмшаттың барып аузын қолмен басып жаптым. Өшір үніңді, көршілер естіп қояды дедім. Не болды дедім бақырып. Қолынан қатты қысып алсам керек. Қолымды жіберші, қолымды деді. Не болды? Тамақ істеп жатқанмын, артымнан келіп тиісіп қоймайды. Қалдыбай Назеркенің әкесінің бұрыннан танысы. Әйтеуір Мирасты үйлендіріп, бір көздегені бар. Назерке Мирас ойлағандай қыз болмай шықты. Мінезі шатақ, ерке өскен қыз барлық адамдарды өзіне ғана көңіл бөліп тұрғанын қалайды. Мирас кеше қоңырауға неге жауап бермедің дейді шүйлігіп. Біреуге есеп беріп үйленбеген Мирас. Қолым босамады. Бала сияқты қоңырау соға беруді екенсің. Осы сенің басқа жұмысың жоқ па? Менің жұмысым сенсің, басқа жұмысым жоқ дейді. Басында ашуланып сөзге келіп қалатын. Артынан Назерке аяғы ауырлап, енді айтқанын амалсыз істейтін болды. Ата-енесінің қолында бірге тұрғаны аздай, енді сол отбасының шаруасын да істейтін болды. Атасы айына 1 рет есебін алып отырады. Күйеу баласына риза сияқты. Келесі айда ас береміз. Әкемнің қайтқанына 10 жыл болады. Соған дайындықты бастайық. Ағайын туысқан жан-жақтан қонақтар келеді, деді бір күні атасы. Дайындықта басталып, ас беретін күндер еді. Мал сойылып, дастархан жайылып, қонақтар төрден орын алып жатты. Мирас күйеу бала болған соң қызмет етіп жүгіріп жүр. Қасына келген Назерке. Мен сені бір туысқан аға жеңгеммен таныстырайын. Олар біздің тойға келе алмаған. Бірақ жақсы араласып тұрамыз, деді. Мирасты жетектеп алып сыртқа шықты. Аға жеңге танысыңыздар, күйеу балаларыңыз, деп ерлі-зайыптыларға қарады. Мирас өз көзіне өзі сенбеді. Алдында тұрған Құралай еді. Сабыржан, деді еркек қолын созып. Мынау Құралай, деді. Құралай сәл езу тартты. Мирас, деді даусы қарлығып. Иә, күйеу бала ағам сені мақтаған. Қара, менің қарындасымды ренжітуші болма, деді Назеркеге қарап. Ой аға, мен біреуді ренжітпесем, мені біреу ренжітер, деді Назерке өзінше болды. Дәл осы жерде Мирасты кездестіремін деп ойламаған Құралай, оны ұмыттым. Жаңа өмірім басталды деп ойлайтын. Мирасты көрген жерде өзін әрең ұстап қалды. Назеркеге үйленгенін білмепті.
Енді бұл жерден тезірек кетуге асықты. Сабыржан алып қашқалы 5 жылдан асса да әлі бала көтермеді. Басында уақытында болар деп асықтырмады. Уақыт өте келе сөйлейтіндер көбейді. Бір күні енесі ашықтан ашық: баламның жасы болса келіп қалды. Мына түріңмен ұрпақсыз қалдырасың. Айтып едім, жас қыз ал деп. Не ойлағаның бар дегенде өзін қоярға жер таппаған. Емделіп біраз жерлерге барғанда да енесі сөйлеген: баламның бар тапқаны осы қатынға кетеді. Одан да тағы бір қатын алғаны арзанға түсер еді деп сампылдап сөйлегенін естіген. Содан бері емге қаражат сұрауға батпай, анасына жылап сұрап алатын болған. Барған дәрігер: сіз неге жалғыз келе бересіз? Жолдасыңызды да қаралып емделу керек емес пе дегенде, оған қалай айтамын, ол өлсе де келмейді деп өкінішін білдірді. Қазір қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Еркектің барлығы көзі ашық, түсіну керек, ол да келіп тексерілсін дейді. Ақыры келісіп Сабыржан барады. Барлық анализдерін өткізіп, сараптамалар жасалып болғанда дәрігердің айтқаны: Құралай, сіздің денсаулығыңызда ешқандай кінәрат жоқ. Сіз өмірге 10 бала әкеле алатындай шамаңыз бар. Сабыржан барлық кінә сізден екен деп қолындағы қағазды оқи бастағанда, Сабыржан қап-қара болып түнеріп орнынан атып тұрады. Сөзге келместен далаға шығып кетеді. Артынан жүгірген Құралайға қарамай көлігіне отырып кетіп қалған. Сол уақыттан бастап Құралайдың енесінің де аузына құм құйылып, үні өшкен. Одан бері міне жарты жыл өтті. Өзі бір жеңілдеп қалса да бір қиялданатын әдет тапқан. Онысы ана болғысы келеді. Осы уақыт аралығында өзінің тым сезімтал болып алғанын сезеді. Көшеде кішкентай бала көрсе бұрын өзімен өзі қуыстанып, ішкі жан дүниесі тырмаланып кететін. Өзін кінәлі санап, кірерге тесік таппайтын. Енді қазір барлығы басқаша. Жүрегі дүрсілдеп, бала көрсе мейірленіп, ұзақ уақыт қарап тұрғанын байқамай қалады. Ондай кездері Сабыржан ала көзімен бір атып тұтығып қалады. Екеуі орындарын ауыстырып алған. Екеуі үйге қайтып келгенде Сабыржан бірдеңе әңгіме бастайды. Ана күйеу баланы қайдан көргем десем, ұзақ ойландым. Сөйтсем сенің мирасың екен ғой, дейді. Не қыл дейсің маған? Сенің ана мирасың ғой, қазір есіме түсті. Болса қайтейін? Есіңде болсын, мені тастап кетсең өлемін, деді. Көздері аларып. Не деп тұрсың? Ол біреудің күйеуі ғой. Мен көрдім оның көздерін саған қарағанын, деді. Мирас астан кейін Құралайды бір көріп қалды. Жұмыс бабымен ауылдарына келеді. Өзі кішкентай ауыл. Қайта жолда дүкенге кіреді. Затын алып төлейін десе, кассада Құралай тұр. Сәлем, Құралай. Қалың қалай? Осы ауылда тұрасың ба? Иә. Сені көргеніме қуаныштымын. Мен де. Сен қарсы болмасаң, мен келіп тұрамын. Олай істеме, керек емес. Сенен бір рет айырылып қайрылғаным жетеді. Енді қайталанбайды. Есің дұрыс па? Мен ондай қылмысқа бармаймын. Маған енді бәрібір. Бұл әлемде ешкім дұрыс өмір сүріп жатқан жоқ. Күт мені, деді. Мирас кетісімен Құралай өзін қоярға жер таппады. Ішкі жан дүниесі алай-дүлей. Басында мүлдем қабылдағысы келмеді. Артынан ойы өзгере бастады. Ойынан Мирасты қанша алып тастағысы келсе де ұмыта алмады. Күн өте келемін деп еді, күтетін болды. Бірақ Мирас келмеді. Көңілі түсіп, көңілсіз жүретін әдет тапты. Тіпті Сабыржанға да қарамайтын болды. Енесінің сөздері өзі жүйкесін тоздыратын болды. Уақыт өткен сайын неге кешікті деп Мирасқа да ашуланатын болды. Телефон номерін де тастамаған. Болса өзі бірінші болып хабарласар ма еді. Тек 3-ші ай дегенде Мирас дүкенге кіріп келгенде қуанышын жасыра алмады. Дүкенді жауып екеуі шығып кетті. Таң атпастан Мирастың телефоны шырылдап қоя берді. Қоңырау шалып тұрған Бүйімбай Мұрат екен. Амандық сұрап болған соң: балам, саған қалай айтарымды білмей тұрмын. Мынау анаңның мекен жайы.
өзі саған тікелей хабарласа алмады. Анаңның жағдайы нашар екен, сені көргісі келеді, барсаңшы деді. Біраз ойланып тұрып қалған ол. Жарайды, барамын деді. Бала кезінде анасын сағынатын, басқа балаларға қарап, менің де анам болса ғой деп армандайтын. Мектепте жүргенде аналары бар баласымен келгенде бұл кәдімгідей жетімсіреп қалатын. Өзін еркелетіп, басынан сипайтын, құшағын алып бетіне сүйетін әдемі ананы талай көз алдына елестететін. Анасы келмей, түн ішінде өксіп жылаған кездері де болған. Өсе келмей қойған анасына деген өкпе реніші пайда болады. Талай түсінде, қиялында, ана маған сенен ештеңе керек емес, ештеңе сұрамаймын деп те айтады. Жасы ұлғайып, өскен кезде анасына деген өкпе реніші қара қазандай болады. Іздеп барып, ойындағы бар ренішін айтып, келк алғысы да келеді. Бір рет үйден кетіп қалып, іздеп барғаны да бар. Бірақ үйді таппай, сенделіп қайтып келген. Енді міне өзі шақырады. Бірақ Мирастың бойында ешқандай сезім жоқ. Не істеу керек еді? Мені шақырды деп асыр салып қуану керек пе? Жоқ, бұлқан-талқан болып бармаймын деп бармай қою керек пе? Сағыныш та, қуаныш та жоқ, реніш те жоқ, бір өлі сезім. Жай ғана шақырған соң барып құтыла салайын дегендей болды. Белгілі мекен-жай бойынша келген кезде өзінің жүрегі ештеңені сезбеді. Қала шетіндегі тарлау көшелерінің бірінде дарбазасы ескі, бір жағына қисайған есікті қағады. Есікті ешкім ашпайды. Енді қаттырақ ұрып еді, есік өзі ашыла қалды. Іште ит те жоқ па екен дегендей, біраз көзімен шарлап қарап өтеді. Арасында ысқырып қояды. Ит жоқ сияқты. Жаймен басып үйге кірді. Терезенің қасына өткенде көрсе керек. Мен мұндамын, балам деген дауыс шықты. Дауыс шыққан бөлмеге кіргенде терезеге қасында мүгедектер коляскасында отырған жасы 50-лер шамасындағы әйелді көрді. Самайына ақ түскен, тұрмыс тауқыметін көп көргені жүзінен ақ көрініп тұрған арық әйел өзіне бір жалынышты түрмен қарап отыр еді. Амансың ба балам, сәлеметсіз бе деді селсоқ-қана. Әкеңнен аумай қалған екенсің. Жас кезінде тура сен сияқты еді. Мен саған балам деп айтуға құқығым жоқ. Кешір мені деп ұзақ жылады. Саған қарауға менде бес жоқ. Кешірші мені деп қолын созды. Мирас созған қолын алып, жыламаңыз, мен келдім. Не айтайын деп едіңіз деді. Сені бір көргім келді. Маған сенен басқа ештеңе керек емес дегендей Мирас бала кезіндегі дәл осы сөзі 100 рет қайталағаны есіне түсті. Рахмет балам, рахмет. Енді өлсем де өкінбеймін деді. Осы кезде Мирас анасының отырған жерін айналасын қарап шықты. Көптен бері жиналмаған бір иіс шығатын бөлменің іші суық еді. Анасының да тоңып отырғаны көрініп тұр. Үстіне бар қалың киімдерін киіп алған екен. Пеш жағылмаған ба? Пеш жағу үшін отын жоқ. Мен қазір деп сыртқа шықты. Қораны шарлап жүріп, бір-екі томар бұрыштан көмір қалдығын тапты. Үйге кіріп пешті тұтатып еді. Үйдің ішіне жылу кіріп жылына бастады. Сіз неге жалғыз отырсыз? Қасыңызда адамдар бар ма? Деді. Мен бұл үйді жалдап тұрамын. Орыстың үйі. Жалғыз қалдым. Қасымда ешкім жоқ деп күрсінді. Құдай, мені осылай жазалайын деген шығар. Сенің көз жасың шығар. Қартайғанда осылай креслоға таңылып жалғыз қалдым деді. Менің енді арманым жоқ, сені көрдім. Рахмет жаным деп көзінен аққан жасты сүрте берді. Үйіне кешігіп келген Мирасты Назерке жақтырмай қарсы алады. Қолындағы 6 айлық баласын Мирасқа аудара салады. Алшы жаржақ балаңды, күні бойы жылайды, шаршатты адамды. Мүмкін бір жер ауыратын шығар, дәрігерге апарсам болмайды ма? Апар енді, жалғыз мен тапқан жоқпын ғой. Күн ұзақ жұмыстамын, маған не дейсің? Звондап біл, сен бүгін ерте кетіп қалған екенсің, деп бажырая қарады. Иә, бүгін бір жерге бардым. Айтасың ба? Анама бардым. Сенің анаң бар ма еді? Иә, туған анама бардым. Бәсе, өгей анаңды жақтырмай отырасың ғой.
Мирас анасының жағдайын айтып береді. Тезірек тыңдаған Назерке: енді не істейсің? Бала кезінде керек қылмаған, қартайғанда керек болып қалған екенсің ғой, деді. Оның сөзін жақтырмаған Мирас: қандай болса да тіліңді тартып сөйле, деді. Жарайды, анаңмен таныстырамын демесең болды, деп шығып кетті. Онсыз да Назеркенің әкесі мен өгей шешесін менсінбей жақтырмайтынын білетін. Енді бұдан былай анасы туралы Назеркеге айтпаймын деп шешті. Келесі күні Мирас анасына қайтадан келді. Жолда бір асханадан ыстық тамағын, жейтін заттарын алып алды. Мирасты көрген Толқын таң қалды. Балам, сені қайтып келеді деп ойламадым. Амансың ба? Жай жүрсің бе? Ыстық тамақ әкелдім, жеп алыңыз. Шай қояйын, деді. Ас бөлмеге қарай кетті. Шай тамағын ішіп болған соң Толқын әңгімені бастайды. Кешеден бері мені мына орыстың үйінде, мына креслода жападан жалғыз неге отыр деп ойлап отырған шығарсың, балам, деп бір жылап алды. Маған қайта айналып келгеніңе рахмет. Сені ата-анаңа апарып тастағанға қателеспеппін. Төбе саған жақсы тәрбие беретінін сенген едім. Жарықтық атаң мен әжең алтын адамдар еді ғой. Көпті көрген ауылдың сыйлы құрметтілері еді. Менде қалсаң сені мүлде басқа адам болар едің, деп біраз отырды. Жатқан жері жайлы болсын. Атаң мен әжеңнің Баймұраттың басын айналдырып тиіп алған өзім едім. Өзім сүйсем болды, бір бала туып берсем болды, қайда барады дейсің деп ойладым. Сөйтсем ол олай емес екен. Дариға одан кенедей жабысып айрылмады. Мен жаттым ауылда жалғызсырап. Соңында шыдамадым, кетіп қалдым. Мен көп балалы отбасынан шыққанмын. Әкем ішеді, ақша өмірі жетпейді. Шешем үйге келме, сені асырайтын жағдайым жоқ, деді. Тұратын жерім, істейтін жұмысым жоқ. Сені апарып тастау маған оңай болған жоқ. Қатты қиналдым. Бір Құдайдың өзі біледі, деп біраз отырды. Қайта тұрмысқа шықтым. 2 қыз таптым. Екінші күйеуім қатал болып шықты. Ол да ішкіш. Сені қолыма алуға рұқсатын бермеді. Бір күні ішкен араға нашар болды ма уланып бөліп қалды. 2 қызбен қалдым. 2-еуін асырайтын шамам жоқ. Интернатқа өткіздім. Осылай өмірі пәтер жалдап тұрып келемін. Өскенде қыздарым көмектесер деп ойладым. Олар маған қарамай кетті. Сен бізді тастап кеттің, енді не бетіңмен келіп тұрсың деп өзіме кінә артты. Жұмыста биіктен құлап 3 жыл болды мына креслода отырғаныма. Уақытында емделмеген соң сүйек қатып қалған, деп үмітімді үзді дәрігерлер, деп сөзін аяқтады. Мен бір баға шылмаған сорлы бейбақпын. Құдай мені осылай жазалаған шығар, деді. Сізді басқа пәтерге көшіремін. Пеш жақпайтын, суы дәретханасы ішінде. Пәтер ақысын өзім төлеп тұрамын, деп еді Толқын. Тәубе, тәубе, Аллама мың рахмет, деп бірдеңелерді көбірлеп жатты. Құралай дүкенді жауып үйге кіргені сол еді. Сабыржан алдынан шықты. Ұзын шашынан айналдыра қолынан орап алып сүйрей жөнелді. Көзінен атып шыққан жас бетін жауып кетті. Елге мазақ болғанша сен өз қолымен өлтіргенім жақсы, деп ештеңеге қарар емес. 2 бүктелген Құралайдың басынан тебе берді. Ауыр соққылар қатты болды ма талықсып бара жатты. Есін жиғанда ауруханада жатыр екен. Қасында көзінің жасын сүртіп анасы отырды. Не бүлдірдің қызым? Ел жұртқа қара бет қылдың ғой, қай бетімді шымшиын, деп еді Құралай. Ана болып сонда маған қашан жаныңыз ашиды? Өзіңізді қара басыңызды ойлайсыз, мен сонда қашан өмір сүремін, деді. Анасы үнсіз қызының маңдайынан сүйе берді. Жарқыным, қайтейін енді? Әкең де кіретін тесік таппай отыр. Мен енді қайтып ол үйге бармаймын. Ойбай, не дейді? Менің өлігім шықсын демесеңіз, қинамаңыз енді, деп басын теріс бұрды. Әкеме айтыңыз, қиналмасын. Үйге де бармаймын, деді. Анасы үнсіз қалды. Мүмкін қызының қабылдаған шешіміне іштей қосылған да шығар. Мирас жұмысына келсе Қалдыбай отыр. Ау аға, қалыңыз қалай? Сол қал болмай тұр. Не болды? Атаң хабарласты. Сен не өлдіріп жүрсің? Не болыпты? Менің досым жалғыз қызын жылатып қойып қарап отырмайды. Саған не жетіспейді өзі?
Маған оның ештеңесі керек емес, үйі де байлығы да өзіне. Абайлап сөйле, оңай құтыламын деме. Қарап отырмайды, қанша айтқанмен қолы ұзын адам. Қайдан білесің не істейтінін? Маған енді бәрібір, деп орнынан тұрып үйіне келді. Назерке екі көзі ісіп кеткен. Оңбаған, менен оңай құтыламын деме. Мен сенімен өлсем де ажыраспаймын, деп селкілдейді. Мирас ұйықтап жатқан баласының қолына алып, құшырланып бір сүйеді. Кеудесіне басып тұрып, балам, мен сені тастамаймын. Саған келемін деді, үйден шығып кетті. Артында жылап Назерке қалды. Назерке жылап қала берді. Көлігіне отыра бергенде телефоны шырылдады. Көлікті тастап кет, сен келген кезде жаяу келгенсің, жаяу кетесің, деді қайын атасы. Мен сен жер бетінде тайраңдатып қоймаймын, деп телефонын қоя салды. Мирас көліктен түсіп жаяу кетті. Анасының пәтеріне келгенде Құралай да осында отыр екен. Сөйтіп Құралайға барлық жағдайды айтып беріпті. Біз енді бірге өмір сүретін боламыз. Қорықпа жаным. Атам не істесе де мен дайынмын, деді өзіне қорқынышпен қарап отырған Құралайға. Бақытты болыңдар жандарым. Бірге болсаңдар, барлық қиындықты бірге жеңесіңдер, деді анасы. Қайын атасы айтқан сөзінде тұрып, Мирастың үстінен сотқа арыз жазады. Мирастың бойына жоғалған дүниесін жаздырып, жымқырды деп айып тағады. Оған дәлелі жоқ, Мирас сотталып кете береді. Арада 3 жыл өтіп Мирас шығады. Үйге келгенде оны анасы, Толқын мен Құралай және өзі жоқта дүниеге келген ұлы қарсы алады. Жұмыс таппай сандалып біраз жүреді. Барлық жерге барса алмайды. Амалдың жоқтығынан Қалдыбайға хабарласады. Бауырым, айтсаң болды, жұмыс тауып беремін, дейді. Оны жақтырмаған Құралай. Сол адамнан алыс жүрсең болмайды ма, дейді. Қорықпа жаным, мен енді бұл өмірден қателеспеймін. Сен барсың ғой қасымда, деп Құралайды сендіреді. Екеуіне қарап отырған Толқын. жаратқан еді, шапағатыңды төгер, деп дұғасын оқи бастайды. Соңы